Арабтар Америкаға 1 триллион доллар инвестиция жасады. Дональд Трамп пен Салман Ханзаданың геосаяси ынтымақтастығы. Біріншіден, араб елдерінің Америкаға 1 триллион доллар инвестиция салуы бұл жай экономикалық келісім емес, стратегиялық деңгейдегі жаңа кезең. Дональд Трамп кезеңінде басталған Вашингтон мен EAT-тың жақындасуы Салман Ханзаданың реформаторлық саясаты арқылы одан әрі күшейді. Бұл қарым-қатынас әскери, саяси және технологиялық салаларды қамтитын кең ауқымды одақтың негізін нығайтты. Екіншіден, 1 триллион доллар Америка экономикасына тікелей пайда әкеледі. Бұл сома технология, энергетика, инфрақұрылым, өндіріс, қаржы секторы сияқты салаларға құйылып, мыңдаған жаңа жұмыс орнын ашады. Қаржы нарықтары тұрақтанып, ақш-тың ішкі инвестициялық климатын күшейтеді. Доллардың әлемдік ықпалы артып, Америка капиталды тартуда бұрынғыдан да қуатты стационарға айналады. Үшіншіден, бұл инвестиция жасанды интеллект саласының дамуын бірнеше жылға алға жылжытады. Америка кванттық есептеу, киберқауіпсіздік, робототехника, биотехнология және ғарыш технологияларында көшбасшылығын сақтап қана қоймай, оны одан әрі күшейтеді. Араб мемлекеттері болса, бұл технологияларды өз экономикаларын әртараптандыру мақсатында пайдаланады. Төртіншіден, әскери ынтымақтастық жаңа деңгейге көтеріледі. Америка Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктеріне заманауи әуе қорғаныс жүйелерін, барлау құралдарын және цифрлық әскери платформаларды ұсынады. Бұл одақтың қуатын арттырып, аймақтағы қауіп-қатерлерді бақылауға мүмкіндік береді. Қытай мен Иранның аймақтағы геосаяси амбицияларын шектеу. Осы стратегиялық серіктестіктің негізгі нәтижелерінің бірі. Бесіншіден, бұл инвестиция мұнай нарығында да үлкен рөл атқарады. Сауд Арабиясы мұнай өндірісін реттеу арқылы Американың энергетикалық стратегиясына жанама түрде әсер етеді. Мұнай бағасының тұрақты болуы ақш экономикасына пайдалы, ал Америка өз тарапынан энергетикалық қауіпсіздікті сақтауға көмектеседі. Мұндай тепе-теңдік екі елдің де экономикалық мүддесін қорғайды. Алтыншыдан, 1 триллион доллар. Вашингтон үшін ұзақ мерзімді геосаяси артықшылық. Бұл қаржы Америкаға жаңа инфрақұрылым салуға, өндірісті күшейтуге, озық технологиялық зертханалар тұрғызуға, қорғаныс өнеркәсібін жаңғыртуға мүмкіндік береді. ақш-тың әлемдік ықпалы артып, стратегиялық бастамалар күшейеді. Жетіншіден, бұл көлемдегі капитал Америкадағы инновациялық стартаптар мен ғылыми жобалардың қарқынды дамуына себеп болады. Кремний алқабындағы компаниялар, қорғаныс индустриясы, энергетикалық корпорациялар осы қаражат арқылы жаңа буын технологияларын дамытуға мүмкіндік алады. Бұл ақш-ты тек қазіргі лидер емес, болашақтың да басты технологиялық державасы етеді. Сегізіншіден, 1 триллион доллар Вашингтонның дипломатиялық салмағын арттырады. Экономикалық серіктестік күшейген сайын, ақш-тың таяу шығыстағы позициялары қауіпсіздене түседі. Сауд Арабиясы мен Америка арасындағы байланыс аймақтағы басқа елдерге де тікелей сигнал береді. Саяси күш орталығы қайда орналасқанын көрсетеді. Тоғызыншыдан, бұл қаржы Америкадағы қор нарығына жаңа тыныс береді. Инвесторлар сенімділік артқан сайын, капитал ағымы көбейіп, ақш биржалары әлем бойынша басты қаржы орталығы ретіндегі орнын күшейтеді. Бұл өз кезегінде долларды халықаралық есеп айырысудың басты валютасы ретінде сақтап қалуға мүмкіндік береді. Осындай видеолар ұнаса каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыз. Бұл бізге жаңа видеолар шығаруға үлкен шабыт береді.